Voyager 1 және Voyager 2 зондтары қазір космоста жүр. Біреуі тіпті күн жүйесінен шығып кеткен. Олардың екеуінің де бортында алтын таспа бар. Бұл таспа өзге ғаламшарлықтарға арналған. Таспаның бетінде пульсар картасы. Бұл арқылы біздің планетамыздың мекен-жайын анықтауға болады. Сутегі атомдары және таспаны қосуға арналған инструкция бейнеленген. Ал таспаның ішінде 55 тілдегі сәлемдесу, әртүрлі жанрдағы музыка, 116 фотосурет бар. Сондай-ақ онда сол кездегі Америка президенті Джимми Картердің басқа цивилизацияларға арналған жолдауы да бар. Оны видеоның соңында тыңдайтын боламыз. Бірақ бұлар космосқа аттанған жалғыз зондтар емес. Одан алдын Пионер 10, Пионер 11 және жаңа горизонттар зондтары да аттанды. Бірақ та Voyager 1 солардың ішіндегі ең алысқа ұшып кете алған жалғыз зонд. Білемін, қазір барлықтарыңыздың ойларыңызда бір ғана сұрақ. Қалай? Соншама километр қашықтықты қалай жүріп өтеді? Жанармай бітпей ме сонда? Я, өте орынды сұрақ. Бірақ ол сұрақтың жауабы баяғыда-ақ табылып қойған. Гравитациялық маневр. Оны түсіну үшін мынаны еске түсірейік. Біздің ғаламда ешбір дене қозғалыссыз тұрмайды. Яғни біздің күн жүйеміз бір орында қатып тұрған жоқпыз. Біз бір жаққа кетіп барамыз. Әр планетаның өз тартылыс күші бар. Қандай да бір зат планетаға жақындағанда, ол сол затты өзіне тартып алады да, сондай күшпен итеріп жібереді. Соның арқасында заттың жылдамдығы артады және ұшу бағыты өзгереді. Мінекей, осындай маневрді пайдаланып, НАСА жоғарыда айтылған зондтардың барлығын космосқа жіберіп отырды. Не үшін? Әрине басқа планеталарды зерттеу үшін. Voyager 1 Юпитер мен Сатурнды зерттеуге аттанды. Ал Voyager 2 Юпитер мен Сатурнның қасынан өтеді, бірақ әрі қарай Уран мен Нептунды зерттеуге кетеді. Бірақ неге дәл осы планеталар деген сұрақ туындайды ма? Себебі дәл осы планеталар 1970 жылдардың соңында бір-біріне максималды түрде жақындайды. Бұл 170 жылда бір рет қана болатын құбылыс. Әрине бұл мүмкіндікті жіберіп алу үш күйдірер өкініш болар еді. Бірақ Гэри Флендро есімді физик студент бұған жол берген жоқ. Ол 1966 жылы мақала жазып шығады. Мақалада ол планеталар шеруі болатындығы жайлы және бір зонд арқылы барлығына жетуге болатындығын жазады. НАСА дереу Voyager бағдарламасын жасауға кірісіп кетеді. 1977 жылы бірінші болып Voyager 2 зонды ұшырылады. Я, аты сондай болғанымен, ол бірінші ұшырылған. Ол бізге Юпитердің спутниктері Европа және Ганимед туралы ақпараттар мен фотосуреттер жіберді. Соның арқасында Европаның бетінде сұйық мұхиттың бар екендігі туралы гипотеза пайда болды. Ал су бар жерде тіршілік бар. Сондай-ақ ол Сатурнның спутниктері Тефе және Энцеладаның бейнелерін де жіберді. Одан басқа Уранның 11 спутнигі мен Нептунның 6 спутнигін зерттеді. 2008 жылы ол гелиопаузадан шығып, жұлдыз аралық кеңістікке кетті. Гелиопауза жайлы алда әлі толығырақ айтып өтеміз. Себебі ол туралы басты деректерді бізге Voyager 1 жіберді. Voyager 1-дің негізгі миссиясы тек Сатурн мен Юпитерді ғана зерттеу болды. Және ол өз миссиясын керемет орындап шықты. Ол бұл планеталар мен олардың спутниктері туралы көптеген фотосуреттер мен ақпараттарды жіберді де, әрі қарай қараңғы, зерттелмеген, тылсым космоста не бар екенін білуге асыға жөнелді. 2012 жылы ол да гелиопаузадан шығып кетті. Гелиопауза дегеніміз күннен бөлінетін желдің аяқталатын жері. Әрі қарай жұлдыз аралық кеңістік басталады. Мінекей, Voyager 1 қазір осы жерде жүр. Әлі де көптеген деректер жіберуде. 2013 жылы Voyager 1 толығымен күн жүйесінен шығып кетті.
NASA-ның сайтында Voyager'лардың қазір қаншалықты алыста екендерін онлайн түрде көруге болады. 2030 жылға қарай Voyager'лармен байланыс мәңгілікке үзіледі. Бәлкім күндердің бір күнінде оларды қандайда бір космостық дене соғып кетіп, істен шығарар. Бәлкім өзге ғаламшарлықтар тауып алар. Ал бәлкім олар мәңгілік жалғыз саяхаттауға мәжбүр болар. Достар, енді Джимми Картердің жолдауын бірге тыңдайық. Біз бұл жолдауды космосқа жіберудеміз. Мүмкін ол бірнеше миллиардтаған жылдар бойы сақталар. Ол аралықта біздің жер шарымыз да, біз адамдар өзіміз де түбегейлі өзгеріп кетерміз. Галактикамыздағы 2 миллиард жұлдыздардың бірінде өмір сүріп жатқан тіршілік иелері болса, және олар осы таспаны тауып алып, мұндағы ақпаратты түсіне алса, міне біздің айтарымыз. Бұл біздің сыйлығымыз өте алыстағы кішкентай ғана ғаламшардан жолдап отырмыз. Мұнда біздің дыбыстарымыз, ғылымымыз, суреттеріміз бен музыкамыз, біздің ойларымыз және сезімдеріміз. Біздің басты үмітіміз өз арамыздағы келеңсіздіктер мен түсінбестіктерді, қырғи қабақ соғыс пен мәселелерімізді ақыры шешіп, жалпы галактикалық цивилизациялардың қатарына қосылу. Бұл жолдау біздің үмітіміз бен табандылығымыздың, жақсы ниетіміз бен осынау алып ғаламға деген сүйіспеншілігіміздің белгісі.